қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім. Бүгінгі бағдарламада біз сіздермен қысқа арналған осындай керемет, өте дәмді әрі оңай лечо салатын дайындаймыз. Және әдеттегідей қиссамызды баяндап отырайық. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы Ғайса пайғамбар қиссасы. Қубас немесе жұмжыма хикаясы. Ғайса пайғамбар жолда жатқан бір қубасты көріп, оның иесімен тілдескісі келеді. Алладан: «Я Алла, мына қубасқа тіл бітір, кім екенін білейін», деп сұрады. Алла қубасқа тіл бітірді. Ғайса: «Әй, қубас, еркексің бе, әйелсің бе? Жайыңды баянда», деді. Қубас: «Затым ер, бір заманда Шам шаһарының патшасы болдым», деді. «Патша болсаң, неге алтыннан мазарың жоқ? Сүйегің неге шашылып жатыр?» «Ей Ғайса, өлген соң патша да бір, пақыр да бір екен. Қабірстанда мазарыңа ешкім қарамайды. Ел жұрты ұрпағы еске алып, соңынан дұға жолдайтын әруақтың ғана жағдайы жақсы болады екен. Бұл күйге қалай түстің? Мен Шам шаһарының патшасы едім. Менен бәрі қорқатын. Айтқаным өтіп, атқаным тиіп тұрды. Даңқым жер жарды. 100 000 құлым, 4 000 уәзірім болды. Мыңдаған таз жүгіртіп, 100-деген сұңқар салдым. Жеңбеген жауым, алмаған қамалым қалмады. Халқыма әділ болдым. Оларды тойындырдым. Сән салтанатқа қарық еттім. Бір күні аңнан келе жатып, жас тоқалымның үйіне түстім. Шай үстінде бір мүсәпір қайыр сұрап, босағада тұрды. Тоқалым тырысқан соң, қабағына қарап, мүсәпірді қуып жібердім. Ертесіне үстіме жара шығып, бүкіл денемді басып кетті. Барлық емші балгерді алдырттым. Ем қонбады, шипа дарымады. Ажал сағат соқты. Әзірейіл де жетті. Түрі сұсты екен. Табаннан тартып, шыбын жанды мұрнынан суырды. Жан шығарда көз алдыма баяғы қайыршы келді. Кеселдің неден келгенін сонда бірақ түсіндім. Өкіндім, бірақ кешеді. Ертесіне қабірге қойылдым. Көрге 2 періште кірді. «Ей бейбақ, не жиғаның бар?» деп сұрады. Зәулім сарайымды, мал мүлкімді көрсете алмадым. Дүние мүлік пәни жалғанда ғана сес екен. Бар жасаған игі амалым, сауап садақамды алдарына тостым. Олар таразының бір басына қайыр садақамды, екінші басына қайыршының наласын салды. Кісі наласы ауыр тартты. Екеуі 2 аяғымнан сүйреп тозаққа тарта жөнелді. Мен олардан: «Дүнияда халыққа көп жақсылық жасадым. Талай малымды елдің игілігіне жараттым. Не үшін сауабы жеңіл тартты? Алланың әділдігі қайда?» деп шыңғырдым. Олар: «Иә, жақсы істерің көп екен, бірақ салмағы жоқ. Себебі көпке көмегің тигенмен, көп ішінде мақтанып айтыпсың. Сол істерің үшін нәпсің мақтау тілеп, будау дәметіп тұрады екенсің. Міндетсінген мінезің сауап істердің салмағын жойған», деді. Ақырында мақтаншақтықтың кесірінен тозақтан бір-ақ шықтым, деді Қубас. Ғайса: «7 тозақты көрдің бе? Кімдер жатыр?» деп сұрады. Біріншісі әжуа деген тозақ. Онда бақытсыз пенделермен таныстым. Хақтың іліміне, Алланың пайғамбарына мойынсұнбаған залымдар ішінде толып жатыр. Олар әжуада мәңгі бақи зар илеп, иттей ұлып тұр. Екіншісі Шахыт деген тозақ. Шахыт кедейдің малын ұрлаған баукеспелер мен зинақорлар, арсыздарға арналған. Олар қанды көлде мәңгі бақи тұншығып жатады. Үшіншісі Нақбыр деген тозақ. Ол ата-анасын, аға қарындасын, туған бауырларын сыйламаған тас бауырлардың мекені. Төртіншісі Рысат. Онда кісі бағын көре алмаған күншілдер, жақсыға жала жапқан өсекшілер азап тартады. Олардың тілдерін отқа қарайды. Бесіншісі Ләзит. Ол жеке басының рахаты үшін елді алдап, арам байыған 200-ді діндарларға арналыпты. Алтыншысы Катим деген тозақ. Ол шұңқырда жалған айтып, пара алған әкімдер мен адамды нахақ соттаған қазылар және момынға қиянат қылған залымдар қамалыпты. Жетіншісі Жаһаннам. Жаһаннам басынан сөз асырмайтын тәкаппарлар мен момынның көңілін қалдырған, мүсәпірді жәбірлеген адамдарға арналған тозақтың түбі екен. Мені сонда тастады. Содан бері астымда от, жегенім шоқ, ішкенім қанды ірің, деп жылап қоя берді. Ғайса Қубасты аяп: «Я Алла, рұқсат етсең, мына Қубасты қайта тірілтейін. Қателігін түсінді, жаңа өмір бастасын», деді. Алла рұқсат етті.
қу бас тіріліп адамға айналды. Қайса, енді қалай өмір сүресің? Деп сұрады. Ол, өле-өлгенше тірі жанға қуаныш сыйлаумен өтемін, елге риясыз қызмет етемін, депті. Осылайша бүгінгі қиссамыз тәмам. Ал мінекей достар, бүгінгі біздің керемет дейміні лечо салатымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, және де достарыңызға тарата жүріңіздер. Уақыт бөліп менің каналымды қарағандарыңызға мың алғыс. Жақсы сау болыңыздар. Келесі бағдарламада кездескенше.